сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сарымсақтың пайдасы және пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің қандай зияны бар екенін білеміз. Адамның қорғанышы иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы маңызды. Міне осындайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сарымсақты жегіде жегенде аллицин бөлінеді. Бұл зиянды бактерияларды жояды және антисептикалық қабілетке ие. Егер сарымсақты қыздырсақ, ол аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне жеке сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, кандидоз, герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайды. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек-қан тамыр жүйесінің қызметін реттейді. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін азайтады, иммунитетті күшейтеді, қатерлі ісіктің алдын алады, буын ауруларын емдейді, артық салмақпен күреседі. Шамадан тыс қолданған болсаңыз, уланып қалуыңыз мүмкін. Көп жей берсеңіз, газ жиналады. Сарымсақты тек қана балғын күйінде жеу керек. Сонда ғана құнары мен пайдасы бойға дариды. Сау болыңыздар, пайдаңызға жарасын.